Экспортқа бағытталған индустрияландыру мәселесі экономикалық саясаттың негізгі элементі болуға тиіс. Отандық тауарларды өңірлік және әлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту керек. Жолдауда осылай деген елбасы өндіріс саласын өркендетуге ерекше екпін берді. Жайық өңірінде ауыл шаруашылығының әлеуеті зор. Әсіресе ет экспорты қанатын кеңге жайған. Мәселен, жыл басында Иран еліне тауар тасымалдаған Кублей компаниясы енді Қытайға да ет экспорттады. Кублей компаниясы жылына 20 мың тонна сиыр мен қой етін шығаруға қауқарлы. Кәсіпорын Ресей, Түркменстан, Қырғызстан және Иран елдеріне тауар тасымалдайды. Биыл қазан айында Қазақстан мен Қытай арасында қой етін экспорттау жөнінде келісім жасалған еді. Нәтижесінде бүгін кублейліктер алғаш рет аспан асты еліне 18 тонна ет жөнелтті. В настоящее время производится отгрузка. Облыс бойынша алғаш рет Қытайға тоңазытылған қой етін экспорттаудамыз. Экспорт көлемін жыл сайын арттыру көзделген. Ресейге қой мен сиыр еті, ал Иран мен Қытайға әзірге тек қой етін шығарамыз. Бұған қоса Кублей компаниясы қарашада Қытайдың Шанхай қаласында өткен халықаралық импорт көрмесінде жергілікті Карамай трейд кәсіпорнымен де келісімге отырды. Меморандум шеңберінде 5 жыл ішінде 20 мың тонна ет экспортталатын болады. Первая партия это 18 тонн. Бүгін кәсіпорын 18 тонналық алғашқы партияны жөнелтуде. Қытайлық қос бірдей компаниямен байланыс орнатылғандықтан алдағы уақытта тауар жиі тасымалданатын болады. Тағы бір айта кетерлігі, Кублей мен Қарашығанақ компаниялары арасында келісімшарт жасалды. Нәтижесінде Кублей КПО BV консорциумына ай сайын 4 тонна ет жолдайды. Жайық өңірі ауыл шаруашылығы өркендеген аймақ. Жыл сайын өндірісте өсім байқалады. Биылдың өзінде 2230 тонна сиыр, 595 тонна қой еті экспортқа шығарылып, жылдық жоспар 2 есеге артық орындалды. Енді жалпы облыс бойынша ауыл шаруашылығы министрлігімен биылғы 18 жылға 2000 тонна ірі қара мал етін және 180 тонна қой етін экспортқа шығару бойынша тапсырма берілген болатын. Алдымызға қойған жоспар артығымен орындалып отыр. Айта кетейік, облысымызда қазір шетелге ет тасымалдайтын 3 іргелі кәсіпорын бар. Елбасы тапсырмасына сәйкес экспорт әлеуетін арттыру бағытындағы жұмыстар әлі де жалғасын табады. Еркебұлан Смадияров, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.